Баршаңызға қайырлы кеш, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кешкі асқа өте жеңіл әрі тез жасалатын салат жасаймыз. Бұл салатқа осындай картошка пай қосамыз, сонысымен дәмі ерекшеленіп тұрады. Ең алдымен қырыққабатымызды осылай соломка етіп жұқа қылып турап аламыз. Кейіннен сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Үккіштің для корейский моркови деген тонкий болады, сондай болса, сондаймен үккенде жақсы. Сәбізден кейін қызылшамызды көп аламыз. Бұл өте жеңіл әрі дәмді витаминді салат. Кейіннен осы үш ингредиентімізді бір-біріне қосып, майонезбен жақсылап араластырамыз. Және де қажет десеңіздер тұз қосуға болады, көз мөлшермен. Мінекей салатымыз араласып болды. Енді тарелкамызға салып, бетіне жаңағы картошка пайды себеміз. Салатымыз осымен дайын. Өте жеңіл әрі тез дайындалатын салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де бүгінгі менің рецептім сіздерге ұнаса, маған қолдау көрсетіп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айжан.